Бәріңізге ассалаумағалейкум. Сіз 20-шы ғасырда ұлтының азаттығы үшін екі империя және де 4 үкіметке қарсы 11 жылдан аса күресіп, бірнеше рет жеңіске жеткен керейден шыққан жау жүрек батыр жайлы білесіз бе? Қазақ қашанда батырдан кенде болмаған, белдескеннің белін үзіп жауласқанның жалауын жыққан, халқының амандығын алдыңғы орынға қойып, бек ұлдарым құл, пәк қыздарым күң болмасын деп, талай майданда қан кешкен. Айдаһардай алып Қытай мен аюдай ақырған алпауыт орыстың қорқынышты түсіне айналған. Қазақтың қаранардай қайсар ұлы Оспан батыр жайлы сізге білген дұрыс. Қазақтың алтын аңызына айналған өр Алтайдың өрен ұлы Оспан батыр 19 ғасырдың аяқталар шағында өмірге келген. Жігіттік шағы 20 ғасырдың бас кезіндегі аласапыран заманды өткен. Оспан батыр 12 жасынан ел ісіне араласа бастады. Екінші дүниежүзілік соғыс басталған тұста кеңес үкіметінің басшысы Иосиф Сталин Шығыс Түркістан Республикасын құруға күш салды. Себебі шығыста кеңес одағына көмек бере алатын немесе тікелей Сталинге бағынатын ел керек болды. Жапан далада жалғыз жұртқан түз тағысы секілді Оспан батыр бір мезетте Моңғолиядағы кеңес елшілігін басқарған маршал Чойбалсанмен де, Шыңжаңда жеке дара билік құрған Шыңши Саймен де күрес жүргізді. Алтайдың азаттығы үшін күрескен Оспан батыр Исламұлының әскер саны 40 мың адам болған. Ал 40-шы жылдары Қытайда 800 мыңнан аса қазақ өмір сүрді. Екінші дүниежүзілік соғыстың басында кеңес одағының халі мүшкіл күйде болатын. Осы кезде Қытайдың билігін мойындамаған манчжуриялық Шыңши Сай бастаған Гоминдан үкіметі коммунистік Моңғолияға қауіп төндірді. Маршал Чойбалсан Алтай тауларын қоныстанған Оспан батырды манчжурларға қарсы қалқан ретінде пайдаланды. Оспан батырдың Моңғолия тарапынан келетін көмекті қабыл алудан басқа амалы жоқ еді. Себебі қара қытайлар шекара асып соғысу үшін Оспан батырдың жерінен өтуі тиіс болатын. 1930-1940 жылдардың арасында кеңес одағы мен манчжуриялық гоминданттар үкіметінің ұйымдастырған қазақ ұлтын жаппай қырып жою жұмыстарынан кейін Оспан батыр екі үкіметке де сенбейтін еді. Гоминдан әскерін Алтай тауларынан бірнеше мәрте қуып шыққан Оспан батыр 1940 жылы 22 шілдеде Бұлғында өткен қазақ құрылтайында Алтай қазақтарының ханы болып сайланды. Әскерінің бас қолбасшысы болып Сұлубай батыр бекітілді. Сонымен қатар Нұрғожай батыр бастаған 9 орынбасары болды. Шығыс Түркістан Республикасының басшылығына Әлихан Төре бастаған кеңес үкіметінің адамдары келгеннен кейін Оспан батыр Шығыс Түркістанның болашағынан күдерін үзіп, тәуелсіз Алтай хандығын құруға ұмтылды. Алғашында жоспар орындалғанындай көрінгенімен, нацистік Германия екінші дүниежүзілік соғыстан жеңілгеннен кейін батыр армандаған азаттық көзден бұлбұл ұшты. Оспан батыр 1945 жылдың қыркүйегінде Шығыс Түркістандағы Алтай аймағының губернаторы ретінде қызметін бастаған болатын. Арада бір жыл өткенде қызметінен бас тартып, соңынан ерген халықпен бірге Бәйтікке қарай қоныс аударады. Олай жасауының себебі Шығыс Түркістан үкіметінің басшылығы қазақ ұлтына қызмет жасау мүддесінен кеңестік коммунистердің мүддесін жоғары қойып, соларға қызмет жасауға ұмтылуы еді. Оспан батырды қызметіне қайта оралуын қалаған Шығыс Түркістан үкіметінің басшылығы талай рет батырға адам жіберді. Алайда батыр келген адамға сабырмен «Мен сенің ойыныңды ойнамаймын, сенің басыбайлы құлың болмаймын» деп жауап бере отырып, сый-құрметпен кері қайтарып жіберген. 1946 жылдан бастап Оспан батыр бір мезетте 3 жаумен қатар соғысты. Оның біреуі 45 миллион адамның қырғынға ұшырауына себепкер болған Қызыл Қытайлардың басшысы Мао Цзэдун болса, ендігі бірі қылышынан қан тамған 25 миллион адамның түбіне жеткен кеңес одағының билеушісі Иосиф Сталин болатын, және үшіншісі маршал Чойбалсан еді. Шығыстағы алып Жапон империясы екінші дүниежүзілік соғыста жеңіліс тапқаннан кейін қара гоминданттар және де қызыл коммунистер болып бөлініп, қырқысып жатқан қытайлар қайта бірігуге күш салды. Осылайша Шығыс Түркістан үкіметі құлап, орнына жаңа 3 аймақшылар атанған үкімет құрылды. Кеңес одағынан тыс жерде Сталиннің бұйрығымен құрылған бұл үкімет Оспан батырға екі Қытайдан да көп зұлымдық жасады. Дәлелхан Зүгірбай бастаған 3 аймақшылар Оспан батырмен бірнеше рет ашық соғысып жеңіліс тапқаннан кейін Үрімшіні бетке алып шегінді. 1947 жылдың басында маршал Чойбалсанға Сталиннен Оспан батырдың көзін жою бұйрығы түседі. Осылайша батырдың соңына жендеттер жіберіле бастады. Қырбаласының тірі жүруінен қорыққан орыстар күн сайын бір жала ойлап тауып Алтай қазақтарына Оспан батырды жек көрінішті етіп көрсетумен болды. Дәл осы жылы гоминданттар соңғы күшін жиып Моңғолия шекарасына өтуге ұмтылды. Алайда Бәйтік тауында қоныстанған Оспан батырдың әскерінен ойсырай жеңіліп, Қытай мен Моңғолия елдерінің шекарасы белгіленді. Арада 2 жыл өткенде Мао Цзэдун Шыңжаңды азат ету операциясын бастауды Қытай армиясының бас қолбасшысы Джудиге тапсырады. Осылайша Қытай армиясының 40 полкі, бір полктың қолбасшысы Уаң Жиңнің басқаруымен 1949 жылдың 10 қазанында Шыңжаңды азат ету жорығын бастайды.
Арада 10 күн өткенде 20 қазан күні тал түсте Үрімші қаласын соғыссыз бағындырған. Ваң Жин Оспан батырға адам жіберіп Үрімшіге келіп бас иіп билігін мойындауын талап етеді. Оған жауап ретінде Оспан батыр: ұлттық тәуелсіздігімді мойындасаң барамын, Шыңжаңды түгелімен жұтамын десең мойындамаймын. Шамаң жетсе келде бағындыр деп еш қаймықпастан жауап қатады. Өзіне қарсы келе жатқан жауының 40 полк жаяу әскері 3000 танк пен 1000-ға жуық ұшағының болуына қарамастан, дала қыранының бұлай жауап беруі нағыз ұлтын сүйген, елім деп еңіреген ердің рухының асқақтығын көрсетеді. Оспан батыр мен Нұрғожай батыр бастаған қалың қазақ Қытай армиясымен соғыс отырып Гималай тауларына қарай шегінеді. Келе жатқан дауылдан қаймыққан Сұлтан Шәріп пен Қалибек Хакім бастаған 100-деген мың қазақ Гималай тауларынан өтіп Такламакан жөлі арқылы Үндістанға бет түзейді. Кетерінде екеуі де Оспан батырдан өздерімен қосылып шетел асуын сұрайды. Елімде беңіреген ер көшпей, ата жұртында өліммен бетпе-бет қалады. Нұрғожай батыр Оспан батырдан бөлініп кетерде батырға райыңнан қайта қалсаң, бізге баруың үшін алдыңда кесіп өтетін 3 өткел бар. Мақай өткелі, Тәжінұр өткелі, Қажыра өткелі. Осының бәрінің сыртында бір тауды қарауылға алып отырмыз дейді. Алайда Оспан батыр ермей қалып қойған екен. Көшкен жұрт Гансудың Тыңхуан қаласына келіп керек жарақтарын түгендеп жатқанда Қытай армиясы халықты қоршап алып, арасынан жергілікті жерлердің жолына қанық бірнеше жігітті Оспан батырдың ауылын барлап қайтуға жұмсайды. Осылайша 1951 жылдың 19 ақпанында таң қараңғылығын пайдаланған қытайлар Оспан батырдың ауылын қоршап алады. Батыр атына мініп ауылдан қашып шығады. Әкесінің ағатының жоқтығын байқаған ұлдары Шердиман, Нығметолла және Нәби қоршауды бұзып шығып қашып құтылады. Алайда Оспан батырдың қашып шығуын күтіп отырған бір топ Қытай батырдың соңынан қуа жөнеледі. Орта жолда 2 орынбасары оқ құшқан Оспан батыр тау етегіндегі көл басына жеткенде атының тағасы тозып, аты жүре алмай қалады. Соңынан қуып жеткен қытайлар Оспан батырды жабыла ұстап байлап алады. Абақтыға жөнелтілген Оспан батыр 1951 жылдың 29 сәуірінде Үрімжі қаласында қалың бұқараның алдынан жүргізіліп, үкім бойынша ату жазасына кесілді. Қазақ үшін шайтанмен де келісуге дайынмын деп, ұлт үшін қасыққаны қалғанша шайқасқан еренер осылайша шейіт кетті. Оспан батырдың отбасы жайлы айта кетейік. Батыр 52 жылдық ғұмырында 3 рет шаңырақ көтерген, және де 3 әйелінен 7 ұл, 7 қыз тараған. Оспан батырдың 3 ұлы, 2 қызы өзімен бірге иықтіресе соғысты. Алтайдан ауған халықты бастап 2 жылдай дала кезіп, Үндістан арқылы Түркия жеріне табан тіреген. Сұлтан Шәріп өлер шағында өз жерінде қасқайып тұрып қыршын кеткен, Оспан батыр неткен бақыт деді деген екен. Алтайдан ауған халықтың ішінде артына өшпесте ез қалдырған тағы да бір тұлға бар еді. Оның есімі Халиф Алтай. Ол қазақ қараңғылықтан шықсын деп, Құран кәрімді қазақ тіліне тәржімалап ұрпағына мол мұра етіп қалдырып кетті. Оспан батыр тақырыбына қайтар болсақ, батыр жайлы Англия және Америка елінің жазушылары кітап жазып, журналистері мақала таратты. Түркия елі Оспан батырды ұлт қаһарманы ретінде көрсетсе, ұйқысынан ояна алмай жатқан біздің қазақ әлі де ұланының шын мәнінде толық зерттей алмай немесе зерттемей келеді. Батыр туралы өз сөзімізбен айтар болсақ, Оспан батыр 20 ғасырдағы қазақ ұлтынан шыққан әлем адамы дер едік. Қайран есілер, ұрпағының шекара ішіндегі сыртындағы қазіргі күйін көрсе, бар өмірін босқа зая кеткен екен дермеді кім білсін. Сөз соңын Оспан батырдың өз сөзімен аяқтасақ. Мені қандай қылмыскер деп тапсаңдар, сондай қылмыстымын. Мен жауыммен соғысқанда оны Қытай, немесе орыс, моңғол деп бөлген емеспін. Мен үшін жеріме, еліме, дініме көз тіккеннің бәрі маған жау. Видео ұнаса лайк басып кетіңіз және арнаға жазылып қасында шыққан қоңыраушаны басып қойыңыз. Өз пікірлеріңізді пікір алаңына қалдырып кетіңіз, біз міндетті түрде оқитын боламыз. Сондай-ақ, видеоны тарату тетігі арқылы барлық әлеуметтік желілерге таратып жіберіңіз. Мәтінді оқыған Айдос Оразай, жазған Аян Досқара. Сіз үшін білген дұрыс.